Мінекей құрметті көрермен, біздің жанымызға мінекей ерекше үшшекті домбырасымен Аллажар Қайбар мырза келді. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Бүгінгі ұлттық домбыра күні құтты болсын. Осынау ерекше домбырамен бізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді айтыңызшы, осы үшшекті домбыраны біреулер тіпті көрмегенде өмірінде. Ең көп жағдайда бұл шығыс өңірінде кездеседі, солай ма? Шығыс өңірінде кездеседі, батыста да, Жетісуда да кездеседі. Жалпы қазаққа ортақ аспап. Бұл үшшекті домбыра қазақтың күллі қарт тарихын арқалаған үлкен аспап. Енді екі шекті домбырадан бір аса ерекшелігі жоқ. Бар ерекшелігі үшінші шегінде көбінде пентатоникалық дыбыс беріледі, музыкалық тілмен айтқан кезде. Сондықтан да Жетісудың, шығыстың әуендері, шығыстың әндері, жалпы шығысқа тән музыкалар, Алтай Тарбағатай музыкалары көп жарасады бұл үшшекті домбыраға. Енді үшшекті өзі ерекше домбыра. Осы ерекше домбыраны ұстанатын аймақтың әншілік, күйшілік мектебінде қандай ерекшелік бар өзге өңірлерден? Өзге өңірлерден ерекшеліктер енді әр өңірдің өзінің орналасқан орталарына, Ақселеу Сейдімбеков атамыз айтпақшы, әр өңірдің өзінің ерекшеліктері бар ғой. Соған сай өмір сүрген ортасына сай ерекшеліктер болады. Мысалы, таулы жердің әні бір басқа, жазықты жердің әні бір басқа деген сияқты адамдардың мінез құлқына байланысты, өмір сүрген ортасына байланысты. Әйтпесе қазақтың бар өнері, бар тарихы ортақ қой. Енді әр өңірдің мінезін музыкасы танытады дегіңіз келіп тұр ғой. Дұрыс, енді менің ойымша дәл осы үшшекті домбырамен қазір ән салудың реті келіп тұр сізге. Siz bir şanlar bir görüge yüzümge oldum komar ey şurgata yakbikeş mana doy kızıldan burada orta boyle kalam kas karağıma yala vurgan kömüllerin kaşan tınar eydey şurgata burada tay ayday gurulum savlacay avlum göşüp barada şurgata yakbikeş mana doy kızıldan burada tay ayday gurulum savlacay keşken